Қазақ қазақты қалай жарылқайды. Енді жарылқайды деген сөзді әрине өзгертуге болар еді. Жарқырату, жәрдемдесу, жағдайын ойлау деп. Қазақта бір сөз бар ғой, шала жарылқап тастады дейді. Мәселен, біреудің бір үлкен мәселесін шешіп тастаса, шала жарылқап тастапсың ғой дейді. Шала жарылқау деген не? Адам баласын толық жарылқайтын оның Раббысы. Алла тағала ғана бізді толық жарылқай алады. Кез келген бай болсын, бағлан болсын, ешбір адамды толық жарылқай алмайды. Өйткені сізге сыртыңызды түзеткенмен ішіңіздегі уайымыңызды кетіре алмайды. Сыртқы дүниедегі мәселеңізді шешкенмен жүрегіңіздегі тұрған түйткілді шешіп бере алмауы мүмкін. Қазіргі уақытта жарым көңіл адамға жарты сөз айтсаң да, жақсы сөз жанды семіртеді. Немесе төңірегінен аз кем болса да ақылдасатын, сырласатын адам таппай, жалғызлікті боп, адамдардың ортасынан адам іздеп жүрген кісі көп. Төңірегімізде адам көп, бірақ арқа сүйейтін жанашыр таба алмай жатамыз. Қазақтың, мен ойлаймын, ең әуелі бір-бірімізге тигізетін пайдамыз зиянымыздың тимегені. Ал сол зиян не? Тілмен тиетін зиян бар, көзбен тиетін зиян бар. Байқайсыз ба, кейде арамызда мынандай сөз бар ғой, адамның күні адаммен дейді. Адамның күні компьютермен, немесе адамның күні автомобильмен, адамның күні байлықпен деп айта алмаймыз. Керісінше, адамның күні адаммен дейміз. Біз қандай технологияны дамытсақ та, қандай ғылым үйренсек те, қандай қалалық, ауылдық бір керемет мәдениеттің ортасында өмір сүрсек те, бір адаммен сырласқымыз келіп тұрады. Адамның бағалағанын, адамның іздегенін, адамның сағынғанын қалап тұрамыз. Демек, адамгершілік болмай, бір-бірімізге деген адами қарым-қатынас болмай, біз ертең Марсқа барып өмір сүрсек те мазамыз қашуы мүмкін. Біз бір жердің ұйығын тауып алып, сол жер ұйықта жүрсек те жеткілікті дәрежеде мақсатымыз орындалмауы мүмкін. Себебі неге? Адамның күні адаммен. Ал енді қазақ оның ішінде кісінің көңілі деген нәрсені ең биік мақсат көрген адам. Тіптен ілгергі әулие, ғұлама, дана бабаларымыз мынандай сөз қалдырған екен. Кісінің көңілін ренжіту қасиетті Қағбаны бұзғаннан да ауыр. Шынында Қағба қасиетті, бірақ ол бәрібір тас. Қағба қасиетті, бірақ ол бәрібір үй. Қағбаның өзі адам үшін салынған. Қағбаның өзінде бұрышында қара тас бар. Қасиетті қара тас. Тіптен қажылыққа 3 рет, 4 рет барған кісілердің кейбіреуі әлі күнге дейін сол барып қара тасты сүйген жоқ. Неге? Біріншіден, ол үлкен міндет емес қара тасты сүю. Екіншіден, сол қара тасты сүйемін деп, сол төңіректі айналып жүрген бір адамның аяғын басып кетсең, денесін езіп кетсең, ол үлкен күнә. Қағбаның қара тасын сүю міндет емес, бірақ кісіні ренжітпеу бізге міндет. Мінекей қасиетті қажылықтың өзінен осы нәрсені көреміз. Сондықтан біз бір-біріміздің көңілімізді құндылық ретінде, қазына ретінде қарап жүруіміз қазіргі уақытта қазаққа ең қажетті дүние. Қазақ шынында да міне тәуелсіздік алғанына 30 жыл болды, бірақ қазақта айтады ғой, 50 жылда ел жаңа дейді. Әлі көрер жақсылығымыз алда, Алла қаласа. Өйткені біз көп жағдайда 90-шы жылдарды есімізге алғымыз келмейді. Қойшы, ол 90-шы жылдар еді ғой деп. Шынтуайтында біз өткенді еске алмай, бүгінгі күннен өнеге алмаймыз. Біз кеше қаншама Қазақстанда алғаш тәуелсіздік алғанда 30-ға жетер-жетпес мешітіміз болды. Қасиетті Меккеге бару тіптен мүмкін емес еді. Әлемді аралап ғылым білім үйренуде мүмкін емес еді. Қазіргідей үйімізге интернет кіріп, дүниенің сыры мен қырын үйренуге де мүмкіншілік жоқ еді. Бүгін мінекей 5 жынның өзі есігіміздің аузынан кіріп тұр. Қаншама игіліктерге қолымыз жетіп жатыр. Бірақ біз қаншама игіліктерге қолымыз жетсе де, бір-бірімізді адам ретінде бағалап, бір-біріміздің хақымызды дұрыс бермейтін болсақ, қол жеткен жетістіктен ешқандай пайда жоқ. Мысалға, маған күн сайын мыңдаған хаттар келіп жатыр мына телефоныма. Бірін оқи алам, бірін оқи алмаймын, бірақ оқыған хаттардың көпшілігі кісіден көңілінің қалғаны. Қасындағы жақыннан, күйеуінен көңілі қалған, немесе әйеліне айтары бар, немесе көршісімен тіл табыса жатқан, бір-бірінің ақысын бермей жатқан адамдардың оқиғаларына тола. Сол себептен де
қазақ кейде ойлаймыз ғой, бір қазақтың ақысын беру үшін ол үлкен той жасап, жұртты жинап, бір ас беру керек сияқты. Қазақтың ақысын беру үшін бір атасының атын ардақтап, көшенің атын беру сияқты. Иә, ол да тарихи сана үшін дұрыс шығар. Бірақ бірінші кезекте бір-бірімізді қуанту, қасымыздағы адамға назар аударып, соған бір қолымыздан келмесе де көңіліміздің шуағын түсіріп, жылы сөзімізді айтып, соның бір ішінде айтамай тұрған дүниесі болса, соған құлақ түріп, мейірімімізді көрсету, бұл ең үлкен ұлы дүниелердің бірі екен.